Сәлем достар, қысқаша шолу арнасына қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге әйгілі «Джентльмені» фильмін қысқаша айтып беретін боламын. Видео басталмас бұрын қазақша контентті қолдап, каналға да абонолуды ұмытпаңыздар. Ал біз бастаймыз. В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Фильмнің басында бізге атақты мафия басшысы Миккиді көрсетеді. Одан соң бейтаныс біреу ішке кіріп, Миккидің артынан келіп оқ атады. Осыдан кейін кадр бізге өзінің үйінде жүрген Миккидің оң қолы Реймондты көрсетеді. Ол өзінің үйіне Флетчердің келгенін көреді. Флетчер ол жеке детектив. Қазіргі уақытта ол атақты журналдың редакторы Дэйвке жұмыс жасап жүр. Дэйвтің мақсаты Миккидің былықтарын ашып, ол туралы мақала жазу. Себебі соңғы кездесулерінде Микки оның қолын алмай, көптеген ақсүйектердің алдында абыройсыздыққа қалдырған. Себебі Дэйв Миккидің достарының былығын журналға жария еткен. Осылайша Дэйв Флетчерді Миккидің былықтарын ашу үшін жалдаған. Енді Флетчер осыған дейін жинаған ақпараттары жария болмас үшін Реймондтан 20 миллион талап етіп отыр. Сонда Реймонд, сен не білесің дегенде Флетчер әңгімесін бастады. Микки дегеніміз үлкен көлемдегі есірткі саудасымен айналысатын әйгілі мафиоз. Ол өзі кедей отбасыдан шыққандықтан тезірек қаражат жинап қылмыс әлеміндегі абыройлы адамға айналғысы келеді. Сол үшін де өзінің оқуын тастап, есірткі сатумен айналысып бастайды. Өзінің жолына кедергі болғандардың барлығын қырып жойып отырды. Осылайша Микки есірткі сататын жасөспірімнен әйгілі мафиозға айналды. Қазіргі уақытта Микки өзінің есірткі бизнесін сату арқылы қылмыс әлемінен мәңгі қоштасып, өзінің сүйікті әйелі Роузаға көңіл бөлгісі келеді. Жақын арада оған еврей бизнесмені Мэтью оның есірткі алқабы үшін 400 миллион ұсынды. Осыдан кейін Микки оған өзінің есірткі алқаптарының біреуін көрсетті. Ол өзінің жаңа технологиялармен жабдықталған есірткі өндірісімен мақтанышпен таныстырды. Миккидің бұл бизнесіне биліктегі лордтардың көпшілігі көмектеседі. Бұл оның есірткі алқаптарының тек қана біреуі. Мэтью сонда оған басқа нүктелеріңді қашан көрсетесің дегенде, оған да уақыт келеді деп жауап берді. Миккидің әйелі Роуза өзінің автокөлік жөндейтін орталығы бар өте табысты бизнесмен әйел. Бір күні оның орталығына Қытай мафиясының өкілі Чан келді. Оны Миккидің бизнесі қызықтырады. Сонда Роуза оны сатып алуға сенің ақшаң жетпейді деп жауап берді. Сонда Чан, қалай да болмасын күйеуіңмен кездесу ұйымдастыр деп бір вагон автокөлік құралдарын тегін тастап кетті. Өздерінің кездесулерінде Чан Миккидің бизнесі үшін үлкен сума ұсынады. Сонда Микки, сен секілділермен жұмыс жасағым келмейді, және де әйелімнің ендігәрі мазасын алушы болма деп ескертті. Сол күні түнде Миккидің есірткі алқабына бастарына бетперде киген бір топ жасөспірімдер тонауға түседі. Олар іштегі қарауылдар мен жұмысшыларды сабап, істеген нәрселерін мақтаныш қылып видеоға түсіріп, одан соң YouTubeға жүктейді. Қарауылдардың бірі Миккиге бұл балалар жақсы жаттықтырылған спортшылар екенін айтты. Сонда Микки бұл балалар біреудің тапсырмасын орындаған жай ғана бұзақылар екенін түсінді. Артынша олардың топтары Карапузо деп аталатындығы және де оларды Бред деген адам жаттықтыратыны белгілі болды. Бред өзінің шәкірттері бірдеңе бүлдіргенін біліп, YouTube'дан видеоны өшіріңдер деп бұйырды. Осы жағдайдан кейін Микки лордтардың бірінен барып көмек сұрады. Ол өзінің әшкере болып қалған есірткі алқабын басқа жерге көшіргісі келеді. Лорд Миккиге көмектесетінін айтып, Миккиден де көмек сұрады. Оның есірткіге әуес қызы із-түзсіз жоғалып кеткен, соны тауып берші деп өтінеді. Микки бұл тапсырманы орындау үшін Англияға Реймондты аттандырды. Ол өзінің адамдарымен қызды Англиядан тауып, өзімен бірге қайтуға көндірді. Алайда қыздың дос балдары бұған қарсы болды. Осы кезде абайсыздан бір бала балконнан құлап кетті. Бұл жағдайды көшедегі жас балдар видеоға түсіріп тұр. Мұны көрген Реймонд олардың ізінен қуа жөнелді. Олардан жақсылық пен ұялы телефондарын беруін өтінді, алайда болмағасын қару қолдануына тура келді. Осыдан кейін қызды ата-анасына аман-есен тапсырып, Миккиге болған жағдайдың бәрін баяндап берді. Артынша балконнан құлап кеткен бала ресейлік миллиардердің баласы екені белгілі болды. Кезекті жаттығуларының бірінде Бред өзінің шәкірттері кесір тигізген адам Микки екенін білді.
Осыдан кейін ол Реймондқа келіп, өзінің жаттықтырушы екенін, және де көшедегі балаларды тәрбиелеумен айналысатынын айтты. Өзінің шәкірттерінің білмей істеген қателіктерін жуып шаю үшін өзінің адал қызметін ұсынды. Сонда Реймонд, сенің шәкірттерің есірткі алқабы туралы кімнен білгенін біліп бер дейді. Келесі күні Брэд Реймондқа Чанның оң қолын алып келді. Олар оны қыспаққа алып жатқанда Чанның оң қолы қашпақшы болып пойыздың астына түсіп өліп кетті. Осы жағдайдан кейін Микки мен Реймонд осы істердің артында Қытай мафиясының бастығы Джордж тұр деп есептейді. Осыдан кейін олар Джорджға келіп, оны бопсалап отырған жерін өртеп кетеді. Джордж болса бұл бәленің бәрін Чан ұйымдастырып жүргенін түсініп, оның келіп жағасын алады. Чан сонда бұл нәрсені көтере алмай Джорджды өлтіріп тастады, және де өзін Қытай мафиясының басшысымын деп жариялады. Осыдан кейінгі оның мақсаты қалайда болмасын Миккидің бизнесін алу. Осыдан кейін фильмнің басындағы кадрге ораламыз. Бұл жерде Микки өзінің әйелімен сөйлесу барысында оның бөлмесіне біреу кіріп келгенін түсінеді. Осы жерде Миккидің де артынан бір киллер пистолетпен тақап тұр, алайда Реймонд уақытында келіп көмектесті. Осыдан кейін Реймонд пен Микки Роузаға көмекке асықты. Себебі Роузаға келіп тұрған Чан еді. Әйел оның бір адамын өлтіріп тастағаннан кейін Чан ашуланып, оны күшпен алмақшы болды. Осы кезде Привет, малыш. Микки ішке кіріп келді, және де Чанның жанын жаһанамға жіберді. Қазіргі уақытқа оралсақ, Флетчер Реймондқа өзінің Чанда аңдығанын айтып жатыр. Оның айтуы бойынша Мэтью мен Чан бірге жұмыс істеген. Мэтьюдің мақсаты Чан арқылы Миккидің бизнесіне кесір келтіріп, оны арзан бағада сатып алу. Және де Флетчер өзінің Миккиге қарсы дәлелдері бар екенін айтып, ол ақпараттар үшін $20 миллион сұрады. Сонда Реймонд бұл келісімнен ойланбай бас тартты. Флетчер сонда да 2 күн ойлануға уақыт берді. Осыдан кейін Карапузо тобы бас редактор Дэйвті өздерінің көліктеріне салып белгісіз жерге алып кетті. Дэйв шошқа қорада Брэдтің алдында оянды. Сөйтсе Брэд оған Виагра мен есірткіні араластырып берген. Осының нәтижесінде есінен алжасқан Дэйв шошқамен жыныстық қатынасқа түскен. Және де бұның бәрін видеоға түсіріп алған Брэд ендігәрі Миккидің жолына кедергі болма деп ескертті. Мэтью мен Миккидің кездесуі орын алды. Мэтью болған жағдайлардан кейін оның бизнесін тек арзан ақшаға сатып алатынын ескертті. Сонда Микки Чанның өлі денесін көрсетіп, Мэтьюдің жасаған басқа иттіктерінің дәлелін ноутбуктан қосып берді. Мэтьюдің арты ашылғаннан кейін Микки оған маған келтірген кесірлерің үшін $270 миллион төлейсің, және де менің бизнесім өзімде қалады, ал сенің бизнесің маған өтеді деп айтты. Оған осы шарттарды орындамайынша шықпайсың деп үлкен мұз қатырғыштың ішіне қамап тастады. Бірнеше күннен кейін Флетчер өзіндегі ақпараттар үшін $20 миллион аламын деген үмітпен Реймондқа келді. Алайда Реймондтың бұйрығымен Карапузо тобы Флетчердің ізіне түсіп, ондағы ақпараттардың бәрінің көзін жойған екен. Жаттықтырушы Брэд Реймондқа сенің 3 мәселеңді шешіп бердім, және де сенің алдыңдағы қарызыңды өтедім дейді. Үйден шығып бара жатқан жаттықтырушы қолдарында қарулары бар бейтаныс адамдардың Реймондтың үйіне кіріп бара жатқанын көріп қалады. Осы уақытта Флетчер өзіндегі ақпараттарды Миккидің ізіне түскен орыс миллиардеріне де сатқанын айтады. Реймонд Миккиге көлікке отырма деп ескерту үшін хабарласты, алайда кеш қалды. Миккидің көлігінде оған орыс мафиоздары тапанша тақап тұр. Реймонд өзінің ауласында оқ атылғанын естіп келіп қарағанда, жаттықтырушы Брэд оны 4-ші рет құтқарғанын көреді. Ал Миккиді алып бара жатқан көліктің алдынан Карапузо тобы шығып, оларға оқ жаудыра бастады. Сөйтіп Миккиді аман алып қалды. Біраз уақыт өткен соң Флетчер өзіндегі Микки туралы ақпараттарды жергілікті баспаға бергісі келеді. Ол баспадан шығып өзінің көлігіне отырғанда алдынан Реймонд шығады. Осылайша фильм аяқталады достар. Егер де видео ұнаған болса, комментария қалдырып, лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі видеоларымды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны да басып қойыңыздар. YouTube'да жолыққанша достар.